Ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Аты жөнім Арман Құдайберген, Неге Кезет медиа порталының апталық жұмысына шолуды бастаймын. Көп күттірген осыған дейін әлеуметтік желіде жазылған талай бақ беттерінде үлкен мәселе болып көтерілген әліппе қайта оралатын болды. Бұл жайында білім және ғылым вице-министрі Шолпан Каринова мәлім етті. Әліппе 2021-2022 оқу жылында талапкер шәкірттердің қолына тиетін болды. Қазірде оқулықты дайындау жұмыстары басталып кеткен. Баршамызға мәлім, қарапайым парацетамол бас ауырғанда және дене қызуы жоғарылағанда қолданылады. Алайда ауырсынғанда басатын бұл препараттың ағзамызға қауіп төндіретіні анықталды. Ескере жүріңіз. Сайтымызда аталған тақырыпта керемет материал жазылды. Жалпы соңғы уақытта парацетамолдан уланғандар қатары көбейген. Мамандардың зерттеуі осы. Өйткені аталған препарат дәріханалардан рецептсіз босатылады, және оны сатып алған адамдар нұсқаулықты оқып, оның қарсы көрсеткіштерін ескере бермейді. Парацетамолды мөлшерден тыс қолдану улануға, бүйрек жұмысының зақымдануы, сондай-ақ тіпті өлімге алып келуде әбден мүмкін екен. Толығырақ сайтымыздың әлем айдарынан оқыңыз. Орталық коммуникациялар қызметінде облыс әкімдерінің есеп беру маусымы басталды. Аталған жиынға алғашқылардың бірі болып келген Алматы облысының әкімі Амандық Батталов. Ол өңірдің саяси, экономикалық, әлеуметтік жағдайынан тартып, вирустың екінші толқынына дайындыққа дейін айтып берді. Жалпы Батталов коммуникациялар қызметіне тыңғылықты дайындықпен келген. Ел көкейіндегі біршама сауалға да жауап берді. Естеріңізде болса, маусым айында Ұйғыр ауданында қазақ-ұйғыр жастарының арасында қақтығыс болғанды. Сол кезде облыс әкімі ауданға өзі барып халықпен жиын өткізген. Халық қойған талап Ұйғыр ауданы атауын Қарадала, Шонжы тауын әлмерек етіп өзгертеміз дегенде, Батталов аталған мәселені қарастырып, қандай да бір шешімін табамын деп уәде бергенді. Арадан бірнеше ай өтті, бірақ уәде сол қалпы. Неге? Бұл мәселе шешімін таппауға кім немесе неге дергі? Аталған сауалдарға жауап іздесеңіз, Неге Кезет сайтын оқи жүріңіз. Сайтымызда бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың үстінен қылмыстық істің қозғалуына кімдер түрткі болғаны және оған қандай айып тағылуы мүмкін екені жайында материал жарияланды. Сонымен Елжан Біртановқа карантин кезінде дәрі-дәрмек тапшылығын қолдан жасады. Сондай-ақ өкпені жасанды желдету аппараттарын қымбат бағаға сатып алуға жол берді деген айып тағылуы мүмкін. Демек, ел ішінде дәрі-дәрмек тапшылығын қолдан жасалғаны, соны пайдаланып жоғарыдағылар қазына миллиардтарын ұрлағаны жайындағы гу әңгіме тегін болмағаны. Аталған тақырып қызықтырса, сайтымыздың ел айдарынан Біртанов деп іздесеңіз материалды тауып оқи аласыздар. Қара дала, ел жүрегінге емірене қарайтын қазақ даласының бар болмысын бойына жиған қасиетті мекен. Алматы облысы Ұйғыр ауданында орналасқан жазиралы кең дала қойнауында талай шежіренің ізі жатыр. Қара халықтан тартып, зиялы қауым өкілдерін толғандырған бір мәселе әліге дейін аудан атауы Ұйғыр ауданы болып келгендігі. Бұл жайлы ақын Бақыт Беделхан Негенің мінберіне шығып отты ойларын жеткізді. Ақынның айтуына қарағанда, аудан атын өзгерту екі адамның қолында тұр. Олар кімдер? Білгілеріңіз келетін болса, Неге Кезет сайтының мінбер айдарына кіріңіздер, Бақыт Беделханның аталған сұхбатын оқыңыздар. Осымен бүгінгі апталық шолуды тәмамдаймын. Келер аптаға дейін аман болайық. Құдай берген армандарымыз орындалсын.